Достар, ассаламалейкум. 2019 жылы малды өз басым бірінші рет алып жатырмын. Және де кім өз опытымен, тәжірибесімен бөлісемін десе, маған хабарласыңыздар. WhatsApp нөмірімді қалдырамын. Видео түсіру тегін, және де халыққа өте зор, мықты пайда әкелетін нәрсе болады деп ойлаймын енді. Күтем. Ал кеттік. Бірінші бие торы бие. Бордақылау алаңынан алынған өзбек бауырларымыздан 380 мың теңге болды. Сойға обал деп сатты маған, буаз және де мінез бар деп. Екінші бие қоңыр бие, ол базардан 330 мың теңгеге алынған, буаз деп. Оларды қаңтар айының соңында алдым. 2,5 ай ұстадым өзімде. 1 ай ғана пресс шөп бердім. Өткенім наурыздан бастап далға шықты. Күніне және де 1 килограммнан арпа бердім 65 теңгеден. Жем шөбін есептесек, екеуіне 45 пресс кетті, 500 теңгеден 23 мың теңге, және де күнделікті 2 килограмм 2,5 айға көбейтсек, 65 теңгеден арпа 10 мың теңге кетті. Сәуір айының ортасында торы бие құлындады, қорғаш құлын, оны базарға апарып 505 мың теңгеге саттым. Пайдасы 120 мың. Өкінішке орай қоңыр бие буаз болмай шықты, және де оны бордақылауға мен уақытым болмады. Түсте қарайтын адам болмағандықтан, режим ұстай алмай қалдықта оны сатуға тура келді. 280 мың теңге, одан шығын 50 мың. Минус тағды жем шөбі 33 мың, минус жолы 5 мың, сонда таза кірісі 32 мың теңге. Үшінші, төртінші 2 жабағы болды. Сары мен қара қасқасы бар. Екеуі маған 260 мың теңгеге айланды. Оларды 3 ай ұстадым. Ақпан айының ортасынан мамыр айының ортасына дейін. Екеуі 20 пресс шөп жеді, 500 теңгеден 10 мың, және де 2 қап арпа жеді. 65 теңгеден 7 мың теңге. Ары қарай жолына 6 мың кетті. Мамыр айының ортасында базарға апарып саудагерлерге сатып жібердім. 340 мың теңгеге екеуін. Ары қарай олар 180 мыңнан сатылды деп естідім. Менің табысым 340 минус 260, өздерінің құны минус жем 17 мың, минус 6 мың жол. Сонда 57 мың теңге қалып тұр. Менің табысым. Көктемнің ортасында менде өзімде көкпарға және де бәйге сәл қызығушылық туындады. Сондықтан бір құнан алдым көкпарға деп, екінші құнан бәйгеге деп алдым. Көк құнан ол бордақ еді, семіз 360 мың теңгеге алдым. Оны 2 аптадай салмағын түскенше күттім және де мініп үйреттім. Өз басым қоңыр құнан 225 мың теңге алды, ол 1000 еді. Оларды 1,5 ай ұстадым. Сәуір айының ортасынан мамыр айының соңына дейін. 2 қап жем жеді, 7 мың теңге жолы бар, 6 мың теңге, және де 7 мың басқа да шығындарға қоса салайық, общий түгел шығыны 20 мың теңге дейік. Мамыр айының соңында көк құнанды 470 мың теңге саттым. Қоңыр құнан өз бағасына кетті, 225 мың теңге. Пайдасына келсек, 470 минус 160, 360 өзінің құны. 110 мың теңге болады. Қоңыр құнаннан пайда жоқ. Минус 20 мың шығыны болады, 90 мың теңге. Өз жылқыларымды, малымды көрсетпеймін деп ойладым басында, бірақ біреуге пайдасы тиетін шығар деп шығарып жатырмын. Сондықтан сіздер де хабарласыңыздар маған, пайдалы видео түсірейік. 7-ші жылқы бонус ретінде жақында қысқа соғым болып сойылған 5 жасар айғыр. Оны базардан 405 мың теңге алдық. Күзде 2 ай тұрды. Күнделікті режиммен 6 килограмм арпа жеді, 55 теңгеден 60 күн бойы 22 мың теңге кетті арпаға. Және де жоңышқа 500 теңгеден 30 пресс кетті, 15 мың теңге. Жем шөбіне 40 мың кетті деп айтайық. 2 айдан кейін сойылды, 8 мың теңге бұзып жіліктеп берді, 8 мың теңге. 310 килограмм таза ет берді. Орташа есеппен 1850 дейік килограмм бағасы. Сондалықты 573 мың теңге болады. Минус 40 мың жем, минус 405 мың өзінің құны, минус 8 мың қасапшылар болады, 120 мың теңге.
Видеоның соңында барша пайданы есептеп көрейік. 32.002 бие, 57.002 жабағы, 90.002 құнын, 120.000 бір айғыр, 3 бұқа 64.000 болады, 364.000 теңге. Тағы бұқа ұстадым кішкентай, 3-4 қой ұстадым, бір 10 бастай тауық ұстадым, Занинский сүтті ешкі ұстадым. Бұл осы жылы опытты жақсылап жинап алдым. Сондықтан да видеомен бөлісіп жатырмын. Келесіде одан да қызықты видеолар шығады деп үміттенемін. Видеоның соңында тағы да қайталап өтейін. Құрметті ағалар, маған хабарласыңыздар, ферма қора малдың тәжірибесін бөлісейік халықпен. Өте сауапты іс болады. Видеоны көргеніңіз үшін рахмет. Лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.